Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру пәнінен пайдалы азық-түлік мысалдар шығарамын тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымыздың мақсаты балаларға пайдалы азық-түліктер туралы түсінік қалыптастыру, балалардың ой өрісін дамыту, мысалдар мен тапсырмалар шешу. Психологиялық ахуал: біздер тату баламыз, өсіп алға барамыз, есептерді шығарып, білімді шәкірт боламыз. Мадина, мен бүгін денсаулық үшін аса маңызды заттектер туралы айтып беремін. Біз оларды тағамнан аламыз. Ас адамның арқауы деген сөз бар. Бұл дегеніміз не? Біздің денеміз түрлі химиялық заттектерден тұрады. Олардың ішінде аса маңыздылары ақуыздар, майлар және көмірсулар. Біз жейтін тағам да осы заттектерден тұрады. Сондай-ақ тағаммен бірге организмге пайдалы дәрумендер мен минералдық заттектер түседі. Ақуыздар біздің денемізді құрайтын кірпіштер тәрізді. Сонымен қатар олар бізге жұқпалардан қорғануға, организмге оттегіні тасымалдауға және басқа көптеген маңызды қызметін орындауға көмектеседі. Көмірсулар тағамдық энергияның көзі. Олар қарапайым және күрделі болады. Қарапайым көмірсулар қантта, тәтті сусындарда, ақ нанда, жұмсақ тәтті нанда және басқа тәттілерде көп мөлшерде болады. Егер көмірсуды көп тұтынатын болсақ, қарнымыз тойғандай болып көрінеді. Алайда, тойыну сезімі ұзаққа созылмайды, себебі организм инсулин атты заттекті өндіреді. Инсулин артық көмірсуларды майға айналдырады. Біз қайтадан тамақ жегіміз келеді, және тағы көмірсуларды тұтынуға кірісеміз. Осылайша қиын жағдай қайталана береді. Май терінің астында және ішімізде жиналатын болғандықтан салмағымыз артып семіреміз. Негізгі мәселе нашар майлар қан тамырларын тежеп, маңызды ағзалардың жұмысын бұзуы мүмкін. Осының бәрі диабетті, сондай-ақ жүректің, мидың, бауырдың ауруларын туындатады. Алайда, барлық көмірсулар мен майларды зиянды санауға болмайды. Организм көмірсулардан мидың жұмысы үшін энергияның жалғыз көзі глюкозаны алады. Тәттілердің орнына тұтас дәнді жармалар, көкөністер және жемістер түріндегі күрделі көмірсуларды тұтыну аса маңызды. Талшық секілді көмірсу организмнен зиянды заттектерді жоюға көмектеседі. Талшық көкөністер мен жемістерде көп мөлшерде болады. Балық майы өсімдік майларының кейбір түрлері пайдалы майларға жатады. Олар нашар майларды алмастырады және аурулардың қаупін азайтады. Барша табиғат секілді біздің организмімізде теңгерімді үйлесімді ұнатады. Салауатты тағам ақуыздардың, майлардың, көмірсулардың және басқа қоректік заттектердің мөлшері бойынша теңгерімді үйлесімді болуы тиіс. Сау, ақылды және сымбатты болып өсу үшін қалай тамақтану қажеттігі мына тәрелкеде көрсетілген. Жемістерде, көкөністерде және тұтас дәнді өнімдерде пайдалы көмірсулар мен дәрумендердің жеткілікті мөлшері бар. Өсу үстіндегі организмге еттен, балықтан, құс етінен және сүттен ақуызды өнімдерді тұтыну аса маңызды. Зор денсаулық. Ал енді тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: әр тәрелкеде қанша жеміс және жидек бар? Екінші тапсырма: сана, цифрларды жапсыр. Үшінші тапсырма: есепте. Мысалға 8 санына қандай санды қоссақ 9 шығады? Соны жазамыз. Ал енді кері байланыс. Бүгінгі сабақ қиын болса қызыл түсті, әлде түсінгің келсе сары түсті, бүгінгі сабақты жақсы түсінсең жасыл түсті жібереміз. Назар аударғандарыңызға рахмет.